Армысыздар, құрметті парақшаның оқырмандары. Бүгінгі тікелей эфирде мен орталық аудандық кітапхананың кітапханашысы Шерматова Хадиша Мұратқызы сіздерге кітап оқитын ұлт жобасы бойынша Мұхтар Әуезовтің Көксерек атты туындысын ұсынамын. Мұхтар Әуезов әңгімелері 20 ғасырдағы қазақ прозасын өркендеуіне аса зор үлес қосқан. Өз заманындағы ауыл адамдардың тұрмыс тіршілігін, қорғансыз жандардың тағдыр тауқыметін бейнелеп, қазақ болмысын трагедиясының күнделікті өмір көріністері арқылы дөп көрсетеді. Әсіресе өмір бойы қиындықпен арпалысқан қазақ әйелінің бейнесі, оның ішкі мұны мен қасіреті, жан айқайы, арманы мен үміті қатар өрілген туындылар оқырманын жамандықтан жирендіріп, ізгілікке жетелейді. Бұл туынды мектеп кітапханасы сериясы бойынша жарық көрген кітаптар орта мектептердің 5-11 сынып оқушыларына арналған қазақ әдебиеті оқулықтарына туындысы енген авторлардың жеке шығармалар жинағынан тұрады. Сыныптан тыс оқуға арналған кітаптар мектеп кітапханаларына ұсынылады. Ең бірінші, құрметті оқырман қауым, сіздерді автордың өмірбаянымен таныстырып жіберейін. Мұхтар Омарханұлы Әуезов қазақ жазушы, қоғам қайраткері, Қазақстан ғылым академиясының тұңғыш академигі, филология ғылымдарының докторы мен профессоры, Қазақ КСР еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Көксерек туындысы адам мен табиғат арасындағы байланысты көрсететін шығарма. Авторы Мұхтар Әуезов. Бұл әңгіме 1929 жылы жазылған. Реалистік әдебиет дәстүрі тудырған мотивтерді шеберлік палитрасындағы сан алуан бояулар мүмкіндігін өз мұратына орай өнерпаздықпен жаңғырту арқылы жазылған жаңа тынысты шығарма. Автор шағын көлемге мол мағына сыйдырған. Образды ой символды қойға, әуенді сарын үлкен идеяға ұласып, Сахара топырағындағы шындықты қанық бояу айқын колоритпен бейнелеген Көксерек бір әдебиет шеңберінен биіктен көтеріліп, әлемдік жауһарлар қатарына қосылған. Көксерек тұңғыш рет жаңа әдебиет журналында жарияланды. Шығарма бойынша Көксерек фильмі түсірілді. Қазақ, неміс, орыс тілдерінде спектакльдер қойылды. Фильм 1973 жылы түсірілген. Тұсаукесері 1974 жылы 8 сәуірде Мәскеуде өтті. Фильмнің режиссері Толымыш Океев. Фильм 1974 жылы Әзірбайжан астанасы Бакуде өткен бүкіл одақтық кинофестивальдің бірінші жүлдесіне ие болады. Көксеректің қысқаша мазмұнын айта кетсем, әңгімеде қасқыр, табиғат, адам мәселесі сөз болады. Жаратылыстағы адам мен табиғат теңдігін қатынас дәрежесі көрсетіледі. Адамдар бөлтірікті асырап, көксерек деп атайды. Ол ауыл иттермен бірге өссе де, мінезі бөлек, жабайылығы басылмайды. Адамға үйренгенде көрінгенімен, ішінде түзге деген тартылыс күштірек болады. Иттермен жиі төбелесіп, ешкімге толық бағынбайды. Уақыт өте келе Көксерек тауға қашып, нағыз қасқырларға қосылады. Ол сол жерде күшейіп, айлакер қатал жыртқышқа айналады. Қасқырлармен бірге малға шабады, ауылға қауіп төндіреді. Адамдар оны аулауға тырысқанымен, Көксерек ұзақ уақыт бойы ұстатпайды. Ақыры бір шабуыл кезінде адам баласына қастық жасап, қайғылы оқиғаға себеп болады. Соңында аңшылар оны өлтіреді. Шығарма арқылы автор табиғат заңын, жабайы аңды зорлықпен үйрету мүмкін еместігін, адам мен табиғат арасындағы қайшылықты көрсетеді. Көксеректің фильмнің кейіпкерлеріне тоқталсақ. Құрмаш Көксеректі күшік кезінде ауылға әкеліп бағып қаққан адам. Көксерек күшік кезінде ауылға әкелінген бөлтірі. Қасен Құрмаштың дұшпаны болып, көрген сайын мазақтап жүретін адам. Аққасқа Жұмаштың иті, Көксеректің баққасы. Бейсенбай жылқышы жылқы бағып жүретін адам. Құрмаштың әжесі, Құрмашты қолдап отырған адам. Жұмаш Құрмаштың ауылдасы, баққасы, үнемі Құрмашпен ұстасып жүретін бала. Егер сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады.
Сұрақтарыңыз болмаса, келесі кездескенше сау болыңыздар.